іске асыруды қамтамасыз етсін. Екінші, кәсіпкерлік қызметті таза парақтан реттеудің жаңа тәсілдерін іске асыру үшін салалық мемлекеттік органдар мен өңірлердің әкімдіктері бір апта мерзімде бірінші басшылардың жауапты орынбасарларын белгілесін. Ерлан Кенжебекұлы, сізге олармен бірге тұрақты түрде жұмыс жүргізуді тапсырамын. Үшінші, мемлекет басшысы бизнес субъектілерін мемлекеттік бақылау мен қадағалау жүйесінде адами факторға жол бермей, оны толық автоматтандыруды биылғы жылдың соңына дейін аяқтауды тапсырды. Аталған жүйені тексеру нәтижесінде 93 бақылау саласының 24-і ғана, 18 қадағалау саласының 2-і ғана автоматтандырылғаны белгілі болды. Бұл жұмысты күшейту керек. Ұлттық экономика министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірге 2 апта мерзімде тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде бизнес субъектілерін мемлекеттік бақылау мен қадағалау жүйесін автоматтандыру жөніндегі жол картасын әзірлеп, келісілген картаны премьер-министр кеңсесіне енгізсін. Цифрлық даму министрлігі мемлекеттік органдардың жүйелерді автоматтандыру жұмыстарын бақылауға алсын. Ерлан Кенжебекұлы, бақылау мен үйлестіру сізде. Екінші мәселеге көшейік. Асхат Қанатұлы, экономика салаларын білікті кадрлармен қамтамасыз ету жөнінде баяндаңыз. Құрметті Әлихан Асханұлы, құрметті үкімет мүшелері, сапалы кадрлар даярлау, мемлекеттік органдар, оқу орындар және жұмыс берушілердің бірлескен әр жүйелі жұмысына тікелей байланысты. Слайдта көрсетілгендей, әр ұйымның орны ерекше. Мысалы, еңбек министрлігі қандай және қанша маман дайындауымыз керек? Олардың құзыреттіліктері қандай болуы тиіс? Маман не білу керек және оның құзыреттіліктерін қалай дәлелдейміз деген сұрақтарға жауап берсе, біздің министрлік осы қажетті әрі күтілетін дағдыларын, құзыреттіліктерін нақты оқу бағдарламаларына енгізуін қамтамасыз ету, стандарттарды дайындау, мемлекеттік тапсырыс беріп, нақты оқытуын қамтиды. Сондай-ақ Атамекен палатасы және жұмыс берушілер қажетті кадрға тапсырыс беріп, кәсіби стандарттар белгілеп, дайын мамандардың біліктілігін анықтап, осы бағдарламаларды дайындауға қолдау көрсетеді. Жергілікті әкімдіктерінде осы жұмыстағы орны ерекше. Жалпы еліміздің кадр дайындайтын оқу орындарында қазір 1.100.000-ден астам студенттер білім алуда. Орташа есеппен алғанда жыл сайын оның 300.000-і жұмыс нарығына шығады. Сапалы кадр дайындау үшін жұмыс басты 6 бағыт бойынша жүргізілуде. Соның ішінде білімге қолжетімділікті кеңейту, академиялық еркіндікті кеңейтіп, менеджментті жетілдіру, білім беру бағдарламаларын жаңартып, жаңа бағдарламалар ашу, жұмыс берушілердің кадрлар даярлауға тарту және де сапаны қамтамасыз ету жүйесі бойынша ары қарай жұмысты жүргізудеміз. Енді жоғары білімге қолжетімділікті кеңейту бойынша соңғы бірнеше жыл ішінде гранттар саны 2 есеге көбейді. Биыл ең көп 73.000 грант қарастырылып отыр. Студенттердің стипендиясы да слайдта көрсетілгендей 2 есе артты. Біз ұлттық бірыңғай тестілеуді цифрлық форматқа көшірдік және жылына 4 рет тапсыру мүмкіндігін енгіздік. Бұл біздің талапкерлер балалар үшін өте қолайлы жүйе. Бұған қоса 11 сынып бітірушілері енді шілдеде емес, бұның алдында болғандай, қаңтар айынан бастап оқуға шартты түсе алады. Бұлда да басқа мемлекеттерге кетпеу үшін бір өте қолайлы шешімдердің бірі деп айтуға болады. Бірақ талапта да күшейтіліп отыр. Педагогикалық бағыттар бойынша шекті балл 50 баллдан 75 баллға дейін көтерілді. Медициналық бағыттар бойынша 70 және заң бағыттар бойынша 75-ке дейін көтерілді. Президенттің тапсырмасы бойынша техникалық мамандықтарға грант үлесі 40%-дан 60%-ға дейін көбейтілді. Колледждер бойынша оқу гранттар саны жыл сайын колледждерде де көбеюде. Биыл олардың саны рекордтық 31.000-ға өсіп отыр. Оның 70%-ы техникалық мамандықтарға беріледі. Колледждерге оқуға қолжетімділікті кеңейту үшін емтихандарды біз алып тастадық және әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға арнайы квота енгізіліп отыр. Ал гранттар баяғыдағындай әр колледжға берілмейді. Енді нақты талапкер студент өзі осы тиісті грантты жеңіп алып, ол студент қай колледжді таңдаса, яғни грантты да сол колледжға енді, яғни ақшада да сол колледжға берілетін болады. Сәйкесінше бұл шара олардың бәсекелестігін артатын болады. Кадр даярлау бойынша ең басты мәселе берілген білімнің нарықтың талабына сәйкес болуы. Ол үшін не керек? Басты шарты академиялық дербестік. Сапа осы мәселеге тікелей байланысты. Бұның алдында қалай болды?
Қандай пән, неше сағат оқытылу керек, оның мазмұны қандай болу керек, оның барлығы министрлікпен, яғни мемлекетпен реттелетін. Нарықтың талаптары өздеріңіз білесіздер, тез өзгеріп отырады, сондықтан жүйе ескіріп, тез өзгеретін нарықтың талабына білім беру бағдарламалары сәйкес келмеді. Ал жаңа мамандық ашу үшін 1-2 жыл кететін болды, оны классификаторға енгізіп, оны тиісті бұйрықты енгізіп, бұл өте қиын бюрократиялық осындай рәсім болды. Сондықтан енді университеттерге академиялық дербестік беріліп, олар білім беру бағдарламаларын кәсіби стандарттарға сәйкес немесе нарық талаптарына сай әзірлейді. Яғни енді мемлекет емес, оқу орны жұмыс берушілермен бірлесе отырып, оқу бағдарламаларын реттеуге мүмкіндік алды. Ендігі проблема нарыққа қандай дағдылар керектігін анықтайтын кәсіби стандарттардың жетіспейтігінде. Колледждерге де академиялық дербестік берілуде. Бұған дейін студенттер ұзақ оқыды, 2 жыл, 4 жыл жұмыс берушілердің талаптары толығымен ескерілмеді. Мектепте оқыған пәндер колледждерде де қайталанды, бір ғана біліктілік алып шығалды. Енді колледждерге кәсіптік стандарттар негізінде білім беру бағдарламаларын дербес өздері жұмыс берушілермен бірге әзірлеу, сондай-ақ оқу мерзімдерін өздері айқындау мүмкіндігі беріліп отыр. Маман бір ғана емес, 3 біліктілікке дейін алып шығатын болды. Өмір бір орында тұрмайды әрине де, ескірген мамандықтар жойылып, жаңа мамандықтарда да қазіргі уақытта ашылуда. Мысалы, 50-ге жуық ескі мамандықтар бойынша біз дайындықты тоқтаттық, сәйкесінше 60-қа жуық жаңа бұның алдында оқытылмаған мамандықтар бойынша біз оқыта бастадық. Сапаны қамтамасыз етудің тағы да бір шарты білім беру бағдарламаларын жаңарту. Дайын болған кәсіби стандарттар бойынша университеттерде 4000-нан астам бағдарламалар жаңартылды. Мысалы, жасанды интеллект, IT медицина, цифрлық заңгер сияқты бұрын болмаған 269 жаңа бағдарлама енгізілді. Бұлар жаңа болашақ мамандықтар атласына сәйкес ашылып отыр. Колледждерде де осы жұмыс қарқынды іске асуда. Біз алғаш рет жоғары білім деңгейінде қолданбалы бакалавриатты пилоттық режимде биылғы жылы енгіземіз деп жұмыс жасап жатырмыз. Слайдта көрсетілгендей 2-2,5 жылдай қысқа мерзімде практик маман даярлап шығаруға бұл мүмкіндік береді. Олар осы қысқа мерзім ішінде білімін алып жұмысқа тұруға мүмкіндік алады, және де егер қажеттілік болса, ары қарай оқу орнына түсіп, тиісті деңгейде білімін алып шығуға мүмкіндік алатын болады. Өмір бойы оқу қағидасы шеңберінде біз формалды емес білім берудің нәтижелерін тануды, микроквалификациялар алуға мүмкіндік береміз. Мысалы, бізде оқуға түсетін студенттерде IELTS 7 балы болатын болса, онда жоғарғы оқу орнына барып, сол ағылшын тілін оқуға оған ешқандай қажеттілік болмайды. Оны біз ескеретін боламыз. Мысалы, ол Coursera сияқты басқа да қашықтан оқитын жүйелер бойынша білім алатын болса, онда қайтадан келіп, сол бағдарлама бойынша университетте қайтадан оқудың қажеттілігі жоқ. Бұның бәрі ескеріліп, ары қарай оқуына мүмкіндік алады. Енді дуалды оқыту бойынша сапалы маман болу үшін тәжірибемен ұштастырып оқыту, яғни дуалды оқыту аса маңызды. Алайда бірқатар проблемалар болды. Мысалы, кәсіпорындар минималды жалақы төлеу, тәлімгер бекіту, арнайы киіммен қамтамасыз ету сияқты талаптар олардың белсенділігіне кедергі жасады. Біз бұл мәселелерді кезең-кезеңмен шешудеміз. Мысалы, минималды жалақы төлеуді алып тастадық. Тәлімгерге еңбек ақы төлеу бюджеттен қарастырылып отыр. Ал енді кезекте оқуда болатын шығын материалдарын, студенттерді сақтандыру мен арнайы киімдерге шығындарды өтеу мәселесін шешумен айналысып жатырмыз. Ол үшін гранттың бағасын көтеру мәселесінде де біз қазір қарастырып отырмыз. Келесі бағыт ірі кәсіпорындардың колледждерді қамқорлыққа алу жұмысы. 2021 жылы 51 кәсіпорын колледждерге қамқорлық жасаса, қазір 406 кәсіпорын 406 колледждерге осындай қамқорлыққа алды. Мысалы, Казцинк, Сарыарқа автопром, Дон тау-кен комбинаты кәсіпорындары колледждерді қамқорлыққа алып жұмыс жасауда. Олар бағдарламаларды жаңарту, дуалды оқыту, материалдық базасын нығайту сияқты жұмысқа тікелей араласады. Биыл біз тағы да бір пилотты бастадық. Ол кәсіпорындардың өздеріне мақсатты тапсырыс беру арқылы оларды кадрларды даярлауға тарту. Биылғы жаңа оқу жылында оларға мақсатты 20 000 грант береміз. Бизнес мамандарды біліктілігіне күмән тудырса, мамандардың енді біз олардың өздерін осы жұмысқа тарттық.
яғни кәсіпорындар студенттерді және оқытатын ұйымдарды өзі таңдайды, бірақ сол түлектердің жұмысқа орналасуы, дуалды оқыту және практикадан өтуі бойынша олар кепілдік беру керек, және де олар алдын ала осы студенттерді таңдап алып, онымен келісім шартқа қол қойып, 2 жылдан кейін сен маған жұмысқа тұрасың деген осындай келісім шартқа қол қояды. Сәйкесінше ол өз үшін, өз мүдде үшін осы маманды даярлау үшін тырысады деп біз сенеміз. Осылайша мамандарды даярлаудың сапалы болуында да жұмыс берушілермен біз қамтамасыз етуіміз қажет. Келесі мәселе мамандардың сапалы білім алуы оқу орындарының материалдық базасына да байланысты. Жас маман жобасының арқасында 180 колледждің шеберханалары жаңартылды. Енді тағы да 20 құзыреттілік орталықтар құрылады. Жоғарғы оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша 20 өңірлік жоғарғы оқу орындарының базасында академиялық артықшылық орталықтарын дамыту бағдарламасы қарастырылған, және де 3 университетті зерттеу университеттеріне трансформациялау жоспарда. Президент шетелдік университеттердің кемінде 5 филиалын ашу бойынша тапсырма берген болатын. Бүгінде еліміздің Демонфорт Лестер университетінің филиалы жұмысын бастап кетті. Ол британдық диплом береді. Сол сияқты Қозыбаев университетінде әлемнің ең үздік университеттерінің бірі Аризона университетінің білім беру бағдарламалары биыл жылдан бастап ашылатын болады. Сонымен қатар Алматы мен Атырау қалаларында да шетелдік жетекші техникалық университеттердің филиалын ашу бойынша келіссөздерді жүргізіп жатырмыз. Сапаны қамтамасыз ету үшін бақылау 2 бағытта жүргізіледі. Бірінші, сапасы жоғарғы оқу орындарын немесе колледждерді жабу және олардың лицензияларын толығымен қайтарып алу. Екінші, университет немесе колледжді бейіндеу, бейініне сәйкес келмейтін және сұранысқа ие емес лицензияларын қайтару. Қазіргі кезде толығымен 15 жоғарғы оқу орны және 31 колледж жабылды, және 4 жоғарғы оқу орны және 29 колледж жабылу сатысында. 61 жоғарғы оқу орнының 500 бағыттары бойынша лицензиялары және 375 колледждің 2200 бағыттары бойынша лицензиялары қайтарып алынды. Енді мысалы педагогтерді даярлайтын бұның алдында университеттердің саны 86 болса, қазіргі уақытта 50. Біз оны көріп отырмыз, өйткені сапасы болған жоқ, сондықтан сапалы білім бере алатын ғана университеттер тиісті білім беретін болады. Заңгерлері бойынша да 72-ден 61-ге дейін азайды. Осы жұмыстар қарай президенттің тапсырмасы бойынша жалғастырамыз. Біз университеттерге практик мамандарды тарту бойынша өзгерістер енгіздік. Мысалы, IT, туризм сияқты мамандықтарға ғылыми дәреже бойынша штаттағы оқытушы болу сияқты талаптар төмендетілді. Жақсы IT маманды дайындау үшін ғылым докторы ғана емес, программист маманның да сабақ беру маңызды. Оның міндетті түрде штатта болу емес, ол басқа өндірісте жұмыс істесе де, сол оқу орнына келіп, өзінің тәжірибесімен бөлісіп жұмыс істеу маңызды. Сондықтан біз осындай талаптарды өзгерттік. Және де университеттердің лицензиялау мерзімінің жарамдылығын 5 жыл деп белгілеу нормасы енгізілуде. Бұл жақында осы норма мәжіліс пен сенатта да өз қолдауын тапты. Жалпы отандық білім беру жүйесінің сапасын халықаралық рейтингтерден де көруге болады. Мысалы, колледждер бойынша World Skills чемпионатының қорытындысын қарасақ, Қазақстан 60-тан астам қатысушы елдер арасында бұның алдында 50-ші орыннан қазіргі уақытта 14-ші орынға дейін көтеріліп отыр. Көріп отырғандай жақсы динамика бар. Ал енді QS халықаралық рейтингісінде 2016 жылы 8 ғана университет болса, бүгінгі күні 14 жоғарғы оқу орындары еніп отыр. 3 жоғарғы оқу орны беделді Times Higher Education рейтингісіне кіріп отыр. Құрметті Әлихан Асханұлы, кадр даярлау мәселесінде проблемалық сұрақтарда әлде де бар. Қысқаша тоқталып өтсем, слайдта көрсетіліп отыр олар. Сертификаттау жүйесінің жеткіліксіз даму мәселесі, тек қана диплом емес, дипломды алғаннан кейін оның біліктілігін растау бойынша тиісті жүйе бойынша біз еңбек министрлігімен жұмысты жүргізіп жатырмыз. Мұнда негізгі мәселелер біліктілікті растау және сертификаттау орталықтарының жұмысы. Атамекен палатасы да бұл жұмысқа қатысу керек деп ойлаймын. Кәсіби стандарттар барлық мамандықтарды қамтымайды және жаңа біліктіліктерді толығымен ескермейді. Кәсіпорындардың білім беру бағдарламаларын бірлесіп әзірлеуге, практика базаларын ұсынуға қызығушылығын төмен болуы, және соңғысы әрине де бұл қаржыландыру мәселесі. Техникалық және кәсіптік білім, яғни колледждардың осы мамандарды дайындау бойынша бүгінгі күні грант құнының өсу мәселесінде де біз көтеріп отырмыз. Сондықтан осы бағыттарда әрі қарай жұмыс жүргізілетін болады. Назарларыңызға рахмет, баяндама аяқталды. Сұрақтар бар ма? Сонымен Асхат Қанатұлы, биыл университеттерде және колледждерде оқу үшін жастарға берілетін гранттардың саны қаншаға ұлғайды биыл?
Әлихан Асханұлы, биыл университеттер деңгейінде гранттардың саны 15 мыңға көбейіп отыр, ал колледждер деңгейінде 31 мыңға көбейіп отыр. Сәйкесінше биылғы жылы қыркүйек айында университетте оқитын студенттердің стипендиясы да өсетін болады. Жақсы, орныңызға отырыңыз.